Финанс деген компанияға микроқаржы ұйымға четко 31.200-ден график шыққан. Қандай керемет. Енді ол адамға мазасын алмайды, хабарласпайды, проценттер өспейді, өсімпұлдар есептемейді, айыппұлдар штаттарды айтып отырмын. Одан кейін сот орындаушыдан немесе коллекторларға хабарласып зығырданын қайнатпайды, зіркілдемейді. Сол жағынан тамаша мүмкіндік бар. Енді осымен құтылады, 31.200-ден төлеп құтылғаннан кейін проблемасы шешіледі. Егер де сіздерде графикке қатысты ой туындайтын болса, қараңыздар. Оның плюстері неде? Біріншіден, жаңа банкпен, микроқаржы ұйымымен мәселең шешіледі. Екіншіден, олар сотқа да, отқа да ешкімге салмайды, коллекторға да бермейді. Процент есептелмейді, айыппұл салмайды. Тиімдісі да осы жерде. Ағайын туған туысқанға абыройын төгіп хабарласпайды. Егер де сіздерге график керек болатын болса, бізді таңдаңыздар. Өйткені бізде сенімдіміз. Біздің Астана қаласында, Қызылордада, Қазалыда өкілдіктеріміз бар. Одан қала берді біздер бүкіл Қазақстан аумағы бойынша, тіпті әлем десек те болады, Қытайдан, Германиядан, Түркиядан, Кореядан адамдар хабарласып, кредиттен осы Қазақстанға реттеп жатырмыз. Банкроттығында, кредитті бешілға шегереуде де, осы графиктерінде, шотқа болған арестерінде. Проблема туындаса, дереу бізге хабарласыңыздар. Заңғар компаниясы реально мынау компанияға. Осы видеоның WhatsApp нөмірі бар, соны жазыңыздар.